Ассаламу алейкум. Екінші бөлім. Отбасы ең алдымен шыдамдылық пен өзара сыйластық. Мен көптеген елдерді араладым. Көптеген адамдарды көрдім. Қыздарды, еркектерді құрметтеуге үйретпеген жерде берік отбасылық құндылықтар болмайды. Бұрын қазақтар қызды ерте жасынан некеге тұруға ойша дайындаған. Үй шаруашылығын жүргізуді, тамақ дайындауды үйренді. Кішкентай балаларды тәрбиелеуге, малдан кейін қарауға көмектесті. Қазір өкінішке орай кейбір қыздар үйлену тойына дейін үйлену тойында қандай көйлек, мынандай платье киетінін ғана ойлайды. Үйлену тойында оның шаш сәні мен макияжының қандай түрі болады ойлайды олар. Кейбір қыздар үйлену тойынан қандай фотосуреттерді ғаламторға орналастырады. Оларға, кейбір қыздарға ең маңызды осының барлығы. Бұл қыздан қандай әйел болып шығады. Сондықтан жастар үйлену тойынан кейін бірнеше айдан соң ажырасады. Біздің әйелдеріміз еркін болуы керек. Бірақ тым көп нәрсе арқылы әйелдеріміздің эмансипациясы мен феминизациясы қазақ еркектің әлсіз және шешімсіз болуына әкеледі. Басқаша бола алмайды. Қазақстанда жер көп бізде, бірақ қазақтар азбыз. Қазақ қыздар мен әйелдер ең алдымен халық туралы ойлануға тиіс. Бізге тудың жоғары деңгейі қажет қазақтарға. Біреулер менен сіз оқып жүрген бизнеспен айналысатын, саясатқа баратын қазақ әйелдеріне қарсысыз ба не? деп сұрайды, менен жиі сұрайды. Жоқ, қарсы емеспін. Керісінше, мен біздің қазақ қыздарымыз бизнеспен, саясатпен айналысуға қолдаймын. Жас кезінде білім алу керек, жас кезінде. Бірақ өмір бойы бизнеспен және саясатпен айналысуға болады. Біріншіден, өз халқын алдындағы парызыңызды орындау керек. 5-6 қазақ баласын дүниеге әкеліп, содан кейін бүкіл өмірінде бизнеспен немесе саясатпен айналысуға жұмсау керек. Мысалы, мен праймеризге маслихат сайлауына қатысқанда, біздің осы сайлауда 4 баласы бар қазақ әйел жеңіске жетті. Тағы бір әйел праймеризге қатысты, оның қанша баласы бар деп ойлайсыз? Қанша? 10 баласы тәрбиелеп, бизнеспен айналысады, тағы бірде бар. Оның киім тігу шеберханасы бар. Бизнеспен айналысады, саясатпен бәрі жерде үлгереді. Мен осы әйелдің 10 баланың анасынан күйеу сіздің сайлауға қатысуға рұқсат берді ме деп сұрағанымда, ол әйел маған күйеуінің сайлауға қатысуға рұқсат бергенін айтты. Бұл әйел нағыз қазақ әйелінің үлгісі. Әйел өмір бойы бизнеспен және саясатпен айналыса алады. Бірақ әйел адам тек 40 жасқа толғанша ғана бала туа алады. Қазір енді қазақ әйелдері, қазақ еркектері әлсіз әрі шешімсіз болып кеткен деп жиі айтады. Бірақ бұл үшін кім кінәлі? Кім кінәлі осының барлығы? Қазір мектептерде кейбір мұғалімдер ұлдарды қорлайды, топаз деп айтады. Кейде тіпті кейбір ата-аналар да ұлдарын қорлайтын.
маған бірінші, екінші сыныптағы қыздар ұлдарды ұрып соғып отырғаны туралы айтылды, көптеген айтылады. Мұндай қыз ешқашан жақсы ана мен әйел болып өспейді. Екінші бөлім соңы, үшінші бөлім көрініс.